Мен дүниемен таныстырып берейін. Біздің қазіргі кропотливый жұмысымызды көрсетейін сізге. Мынаны қараңыз, мысалға міне. Мынау ойып жатырмыз, мынау басқа размер. Мынау басқа размер, көрдіңіз ба? Бұны қалай шығарып жатырмыз? Осының бәрін жаңағы жасай беруші еді. Біз мынандай бір грубый не істеп қоямыз. Грубый, мынаның бәрі істеліп қалыпты, міне істелмеген. Мына грубый да, көрдіңіз ба? Грубый. Ешқандай не жоқ. Просто станокқа дайындап қоямыз да осы нәрсені кептіріп, осыны установить етсек, осыны оя беру керек қой. Біз қазір қиналып жатқан себебіміз мына астын бір ойып аламыз. Астын қайтып ойып аламыз, сіз оны прекрасно түсінесіз. Мына копир істеткем, сызып өзім. Мына копир. Ручной копир да, осымен жұмысымыз өтіп жатыр да қазір. Мына бір размерді қоямыз, соған мына жақтан копир етеміз. Жаңа төңкені әкеп, готовый, полый сыройды. Түсінесіз ба? Осы да ойып жатырмыз. Оның үстін, басын, қолмен үшкіркілеп, мына станокта жонам мен. Мына станокта кесіп, үйтіп амалдап жатырмыз. Міне. Қазір қаптап дайын тұрғаны мынау. Қапталып дайын тұр ер, көрдіңіз ба? Просто кішкене жұмысымыз ауырлау кешіп жатыр. Мен білем, что одан да жеңіл қылуға болатындығында. Бірақ білемін, қолым кәлте болып тұр. Сосын сізге жүгініп атқаным. Осы бір дүниені жасап алсақ керемет болар еді деп. Мына мен жасап атқан дүниелерім. Қапталып дайын тұр бәрі. Мына жерде отырып қаптаймыз мына кожамен. Осы дүниелердің бәрін жинап, ана станоктардың бәрін босату керек болып тұр да. Мынаны да бәрін дұрыс түсініп жатырсыз деп ойлаймын. Әрине түсініп тұрсыз оны. Қазір осы жұмыстармен жасап жатырмыз да біз қазір. 1, 2, 3, 4 этаппен зорға шығарып жатырмыз. Еще механический. Мына станокты мен өзім сыздырып жасатқам. Схемасын сыздырып өзім осыны жасатқам. Кесе шығарады да. Мына готовый мынандай кесе шығарады мен. Одан кейін мына станокты недавно өзім сызып жасаттым. Мына станокты. Анау тұр. Міне жерде копир бар. Мынау кеп копирге тіреледі да. Кесенің сыртын ояды. Мына түзу қойсақ ішін ояды. Шалқайтсақ сыртын ояды. Мына тарелканы да осыдан шығарған міне. Универсальный станок бұл. Мына тарелканы сыртында ішінде бір реттен ойып шығады. Осы станок жасатып қойғам тұр. Қазір пайдаланып жатқан жоқпын. Осы схемасын өзім сызғам. Балдарға команда бердім, осы жерде сваркамбе үйтіп туырлап істеттік осыны.